Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен есімім Асылбекова Тойжан Әлібекқызы, Мамлют қазақ мектеп-интернатының бастауыш сынып мұғалімімін. Сіздерге арнап оқытуда қызығушылықты ояту, белсенді әдістер мен идеялар тақырыбында сөз қозғайтын боламын. Бұл тақырыпты таңдауымның себебі оқушылардың оқуға деген қызығушылығының төмендеуі, яғни әрбір сыныпта болсын, біреу болсын, екеу болсын, сондай оқуға деген ынтасы төмен оқушы болады. Яғни ондай оқушы сабақта белсенділік танытпайды, тапсырмаларды орындауда да немқұрайлық танытады, және де пассив тыңдаушы ретінде отырады. Және де сондай оқушы өзінің сыныбымда бар болғандықтан да сол оқушымның ынтасын қалай көтергенім туралы сіздерге айтып бөліскім келеді. Яғни мынау слайдта көріп отырғандарыңыздай кесте тұр. Мен 2024-2025 оқу жылының 4-ші тоқсан қорытындысымен осы жылғы 2025-2026 оқу жылының 1-ші тоқсандағы БЖБ қорытындыларын сіздерге салыстырып көрсететін боламын. Әрбір білім беру процесіндегі ең басты нәрсе ол қызығушылық. Қызығушылық болмаса, ақпарат тез ұмытылады, сабаққа деген ынта да болмайды. Сол себепті де мұғалімнің мақсаты әрбір сабақты қызықты қылып өткізу. Ал қызықты қылып өткізу үшін сабаққа ойын элементтерін қосу, ынталандыру элементтерін қосуымыз керек. Сондай ынталандыру элементтерін қосқанда мінекей белсенді әдістер мен платформаларды мен қолданамын, сол туралы сіздерге айтып өтетін боламын. Мына жерде қолданатын белсенді әдістерім көрсетіліп тұр. Яғни пирамида әдісі, гексагон әдісі, бонус әдісі, мозаика әдісі. Бұл әрине де қолданатын әдістердің бір кішкентай ғана бір бөлігі, түртіп алғандарымды сіздерге айтып өтетін боламын. Пирамида әдісі бұл қызықты ойын элементтері бар әдіс, яғни бұл жерде біз стақандарды қолданамыз. Стақандарды қою арқылы пирамиданы құруымыз керек. Бұл жерде балалар шапшаңдыққа да үйренеді, топпен жұмыс жасағандықтан сол топта өз үлесін қосуға да тырысады. Бұл әдісті жеке де орындауға болады. Яғни балалар бұл жерде мынау есепті орындағанда да тез істейік, мынау пирамиданы тез құрастырайық деп балалар тырысады. Келесі гексагон әдісі. Бұл жерде де оқушылардың ойлауын тереңдетуге, байланыстарды табуға және күрделі ұғымдарды жүйелеуге арналған өте тиімді әдіс. Кез келген сабақтарда қолдануға болады бұл әдістерді. Және де келесі мозаика әдісі. Бұл әдісті топқа бөліп орындаймыз, яғни әр топқа мәтіннің бөліктерін беремін, немесе де суреттердің бөліктерін беремін. Сол мәтіндердің бөліктерін немесе суреттердің бөліктерін құрып, олар бір тұтас дүние жасауы керек. Балалар суреттермен жұмыс жасағанды өте қатты ұнатады, және де өте қатты ұнайды балаларға бұл әдіс, және де топпен жұмыс жасағандықтан олар ынтымақтастыққа үйренеді. Және де әрбір оқушының жетістігіне мен бонус беріп отырамын, яғни бонус әдісін қолданамын. Әрбір жетістіктерін балалардың марапаттап отыруым керек. Мен балаларға бонус карточкаларын беремін, яғни бонус карточкаларында әртүрлі бонус болуы мүмкін. Ол жерде ТЖБ-ға көмек, немесе сыйлыққа шоколад, немесе сыйлыққа автоматты түрде 10 балл деген сияқты. Балалардың жетістіктерін мен әрқашанда осы бонус арқылы марапаттап отырамын. Келесі сайтта бұл жерде қолданатын платформаларым менің. Бұл жерде KVR платформасы, яғни оқушыларға виртуалды тәжірибе береді, пәнді қызықты етеді, шығармашылыққа жол ашады. Бұл платформа арқылы балалар сабақта отырып, телефон арқылы кез келген жерге виртуалды түрде түсе алады. Келесі Wordwall әдісі. Сабақтағы белсенділікті арттыратын, уақыт үнемдейтін қызықты әрі қолжетімді цифрлық платформа. Бұл платформада мұғалім тесттерді құрастыра алады, ойындарды құрастыра алады. Және де келесі Bamboozle платформасы. Бұл жерде де мұғалімдерге арналған интерактивті ойын құрастыруға, тест тапсырмаларын құрастыруға болады. Және де өзін ғана қоймай, өзге ұстаздардың да бөліскен ойындарымен, тесттарымен соларын алып қолдануға болады.
және әрбір тоқталып өтсем, мына жерде қазір видео бұл Kavi R платформасы. Kavi R платформасын телефонға жүктеп алуымыз керек. Бұл платформаны мен көбінесе сабақтың тақырыбын ашу мақсатында қолданамын. Яғни алдымызда есік тұрады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, алдарымызда есік. Осы есікті аттап жаңа әлемге қадам басады. Және де бұл платформаға 3 фотосуретті жүктеуіміз керек. Яғни мына жерде 3 фотосуретті жүктеп қойдым. Яғни осы фотосуреттер арқылы бүгінгі сабақтың мынау Мұхтар Әуезов туралы болатынын, Абай жолы кітабы шығармасы туралы болатынын балалар осы фотосуреттерге қарап түсініп алуы керек. Мінекей қарап отырсаңыздар, біз басқа әлемдеміз. Мінекей арт жағында есігіміз тұр, яғни артқа қарай кетіп, сол виртуалды әлемнен шыға аламыз. Мінекей келесі мінекей Wordle әдісі. Wordle платформада Wordle платформасы мінекей ашып көр. Бұл жерде мен тест тапсырмаларын құрастырып қойдым. Бірге әріптестермен. Яғни бұл жерде, бұл платформада да неше түрлі шаблондарды қолдануға болады. Яғни тапсырмаларды викторина түрінде де беруге болады. Жұбын табу ретінде де беруге болады. Мінекей бірінші сұрақ, қыстырма сөз қай сөйлемде? Балаларға сұрақ қойылды, және мінекей 4 жауап. Балалар осы 4 жауаптың біреуін таңдау керек. Әріптестер жауап берсеңіздер. Біріншісіне жауап берейік, қалғанын өтерміз. Сірә кешке боран басталатын шығар. Мінекей, бұл бала дұрыс жауап берді, оған 1 балл берілді. Мінекей, 5 сұрақ дайындап қойдым. Заттың атын білдіретін сөз табы қалай аталады? Әрине, ол зат есім. Мінекей, 5 сұрақ. Келесі платформа, бұл жерде Bamboozle платформасы. Bamboozle платформасы, мұнда да тест дайындап, платформасында мен бұл жерде ойынды алдым. Яғни оқушы сабақтан жалығып кетпес үшін қоңырау уақытында болсын, сабақтың ортасында болсын, сергіту сәттерін ұйымдастырып отыруымыз керек. Бұл жерде бала келіп санды таңдап, мына жердегі мемді қайталауы керек. Яғни осы сергіту сәттері арқылы балалар осы мемдарды қайталап, күліп, көңіл көтеріп, сабаққа жалығып кетпейді, қызықты өткізеді. Келесі мен фотоларды салып өтіп, жерде қолданып жатырмыз. Мына жерде Wordle платформасын қолданып жатырмыз. Hexagon әдісін қолданып жатырмыз. Және бізде арқан тартыс деген ойынымыз бар. Қазақи құндылықтарымызды насихаттау мақсатында осындай арқан тартыс деген ойынды құрастырған болатынмын, жасап. Осы ойынды да ойнаймыз сабақтардың ортасында. Бұның да кез келген сабақтарда қолдануға болады. Және де қандай нәтижеге жеттік? Яғни осы әдістердің, платформалардың көмегімен мен оқушының оқуға деген ынтасын байқадым. Ол бала белсенділік таныта бастады. Ол бала маған сұрақтар қоя бастады сабақ бойынша. Және де 2 жылды салыстырғанда, мынау мінекей қарамен жазылып тұрғандар, бұл бізде 2024-2025 оқу жылының 4-ші тоқсанындағы БЖБ нәтижелері, ал жасылмен тұрғандар осы 2025-2026 оқу жылындағы 1-ші тоқсанның БЖБ нәтижелері. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде даму бар деп есептеймін мен.
мінекей сіздерге осылай салыстырмалы түрде көрсетіп отырмын. Және де өзімнің сөзімді жүсіпбек аймауытовтың мынандай керемет сөзімен аяқтағым келеді. Баланың қызығуын оята білмеген мұғалім емес деген сөзі бар екен. Осы сөз әрбір мұғалімге жауапкершілікті жүктеу керек. Сондықтан да біз әрбір сабақтарымызда оқушының жүрегіне жол тауып, қызығушылығын оятып, білім алуға ынтасын ояту ол біздің ең бірінші кезекте бірінші миссиямыз десе де болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осымен слайдым айтылды. Назарларыңызға көп рахмет. Менің демонстрациям көрініп тұр ма? Что-то мен өзім Иә. Көрініп тұр ғой, иә? Көрініп тұр, бастай беріңіз, иә. Қазір 1 минут мен өзім көрмей тұрмын екен. Сәлеметсіздер ме? Мен Әл-Фараби мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Елжас Вардақ Мажитқызы боламын. Менің тақырыбым оқу мотивациясын жетілдірудегі заманауи тәсілдер. Біз бүгінгі білім беру саласында ең маңызды, бірақ көбіне назардан тыс қалатын тақырып жөнінде сөйлесеміз. Ол әрине оқу мотивациясы. Қазіргі әлем жылдам өзгеріп жатыр. Балалардың қызығушылығы да, жаңағы ақпаратты тұтыну тәсілі де бұрынғыдан мүлдем бөлек. Біз үйренген дәстүрлі әдістер кейде әсер етпей де қалып жатады. Әрине ол оқушының неге оқимын деген сұрағына мұғалім де қазіргі кезде ата-ана да бірден жауап таба алмай жатады. Бірақ менің байқағаным өзімнің тәжірибемде әр баланың ішінде бір кішкентай шырақ бар екен. Сол шырақ жанып тұрса дейді, бала тек оқымайды, ол ізденеді екен, ойланады екен, өз жолын таба біледі екен. Ең бастысы ол үйренудің қызықты процесі екенін сезінетін болады. Міне сол біздің жаңағы шырақты ояту біздің жаңағы міндетіміз. Бүгінде мотивацияны арттыру үшін заманауи тәсілдер қолданылады. Жаңа әріптесім айтып кеткендей, сондай әдістерді біз де қолданамыз. Тағы да бізде, мысалы, қазір айтып кетсем, жеке даралау әдісі әр бала әртүрлі қабылдайды. Мысалы, біреуі логика арқылы үйренуі мүмкін, біреуі бейне арқылы үйренуі мүмкін, біреуі тәжірибе арқылы үйренуі мүмкін. Оқушыға өзіне сәйкес жолды таңдауға мүмкіндік береді. Бұл жерде оның белсенділігі бірден артады. Өз тәжірибемнен, мысалы, бұл жерде мысал келтіріп отырмын. Бұл бәріне бірдей білім емес. Бұл әр балаға жаңағы оның өзі қабылдай алатын білім. Біздің мақсат әрине оған бағыт беру. Екінші, бұл бізде геймификация. Яғни бұл жерде ойын элементтерін қолданамыз. Көбінесе бастауыш сыныпта біз ойын арқылы сабақты өткіземіз, өйткені баланың қызығушылығын арттыру үшін. Ал ойындағы басты мақсат, басты құндылық бұл жаңағы қызығушылықтың табиғилығы. Сабақта әрине біз оларды марапаттаймыз, тапсырма береміз, жаңағы мақтаймыз деген сияқты таңдау жүйесі болғанда, бала өзін бәсекеге жаңағы түскен ойыншыдай сезінеді де, өзі арғалай ұмтыла бастайды. Бұл сыртқы мотивация емес, әрине бұл ішкі құлшынысты оятатын орта. Соның ішінде бір жаңағы өзімнің мынау көрініп тұрғандай, жаңағы мысалы сейфті аш деп құпия код ойыны бар бізде. Сол ойынды көбінесе жиі өткізуді балалар сұрайды, өйткені олар қызығады. Сабақта 4-5 бала жаңағы 4-5 тапсырма дайындайсыз. Сол тапсырманы дұрыс орындалса, бір цифр беріліп отырады. Соңында барлық цифрлар жинаған кезде оқушылар жаңағы сейфті сол кодпен ашатын болады. Міне осындай жаңағы ойын арқылы бір әдістің бірі. Үшінші тәсілі бұл мағыналылық. Қазіргі кезде жас буын неге деген сұрақты өте жиі қояды.
егер біз оқушыға жаңағы үйренген нәрсенің өмірде қалай қолданатынын, оның болашағына қалай әсері бар екенін көрсете алатын болсақ, мотивация бірден көтеріледі. Өйткені әр бала тек баға үшін ғана емес, өз өмірі үшін қажет екенін сезінетін болады. Мына жерде мысалы мен өзімнің тәжірибемнен көрсетіп отырмын. Биыл менің оқушым жаңағы зердеден орын алып, жақсы нәтиже көрсетті. Оқушылардың зердеге қатысуы, жаңа қызығушылығы арта бастады. Өйткені неге деген сұраққа жаңағы жас буын өте көп сұрақ қойылады бұл жерде. Сол жаңағы магнит деген тақырыпты ала отырып, балалар осы магнит не үшін керек, неге біз оны қолданамыз деген сұрақты баса назарға ала отырып, біз биыл осындай жаңағы жоба жазған болатынбыз. Әрине бұл қуаныштың жеңісі, барлығына мотивация ретінде биыл жақсы әсер етті. Біздің мақсат баланы мәжбүрлеу емес, біздің мақсат әрине оған бағыт беру. Өйткені мотивация сырттан құйылатын нәрсе емес қой. Әрине әріптестер, оны сіздер білесіздер, ол адамның бойынан өніп шығатын энергия. Тек сол энергияны сол энергияға мүмкіндік берсек, сол баланың бойынан ашылады екен. Енді сөзімді бір оймен аяқтағым келіп отыр. Болашақ көп білетіндерге емес, үйренуге құштар адамдарға тиесілі екен. Біз балаларға сол құштарлықты сезіндіре алсақ, біз болашақты дұрыс бағытқа бұра аламыз деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі әріптес. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Абай атындағы Қазақ мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Шаяхина Сара Мұсаидовна. Бүгін мен қазіргі білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын қалыптастыру әдістері туралы ой бөліскім келеді. Осы орайдағы таңдап алған тақырыбым интерактивті әдістер арқылы бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын қалыптастыру. Бұл әдіс баланы жай ғана тыңдаушы емес, белсенді қатысушы етеді. Сондықтан сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру үшін қызықты әдіс тәсілдер пайдаланған маңызды деп ойлаймын. Сабағымда заманауи цифрлық платформаларды пайдаланамын. Соның ішінде Wordwall әдісі және Flippity платформалары арқылы сабақта түрлі тапсырмалар орындатамын. Бұл платформаларды сабаққа таңдаудағы себебім балалар қызықты әрі жеңіл орындайды. Сабақтың әр кезеңдері қызықты өтеді балалар үшін. Бұл жерде балалар өздерінің орындаған нәтижелерін көруге болады, қандай тапсырмаларды орындады, ұпайды, уақыттарын үнемдеуді үйренеді балалар. Flippity платформасы арқылы топтық, жұптық жұмыстарға бөлу өте ыңғайлы. Кей жағдайда балалар енді айғайлап нетіп кетеді ғой. Сол кезде қолын көтеріп шу болмас үшін осылай топқа бөле қою өте әлдеқайда тиімді. Оқу материалдарын қызықты әрі түсінікті етіп балаларға ұсына аламыз. Бұл платформаларды пайдаланғанда мынандай нәтижелерді байқадым. Оқушылардың оқуға деген қызығушылықтары артты, және бұрын қатыспайтын оқушылар белсене қатыса бастады, қызығушылықтар ояна бастады. Тапсырмаларды орындау кезеңдерінде белсенділіктері арта бастады, және сабақтың кезеңдері қызықты өтіп, және барлығы белсенді жұмыс жасай бастады. Келесі шынжыр әдісі. Шынжыр әдісі туралы айтып өткім келеді. Шынжыр әдісінде енді оқушылар бір-бірінің айтқан ойларын әрі қарай жалғастырып алып кету керек, яғни шынжыр сияқты үзілмей тізбектеліп құрылады. Бұл әдісті әртүрлі тапсырманың деңгейіне қарай әртүрлі қылып өзгерте беруге де болады. Мысалы, қазақ тілінде бізде көркем жазу минуты бар. Сол кезде берілген әріпке байланысты олар сөздер құрастырады. Сосын сол сөздердің ішінен біреуін таңдап өздері шынжыр диктантын жазады. Яғни қай дыбысқа аяқталды, сол дыбыстан басталатын әрі қарай сөздер. Бұл жерде оқушылардың ойлау қабілеттері дамиды, және балалар
жай жеңіл сөздер емес, бір күрделі, ерекше сөздер тауып алуды олар уже ойлана бастайды. Ерекшелене бастайды, басқалармен қайталанып қалмасын деген сияқты солай дамыта бастайды. Кез келген сабақта пайдалануға болады, және мен әдебиеттік оқу сабағында да бұны пайдаланам, мазмұнын айтуды түрлендіру мақсатында. Бұл жерде балалар мен суретте көріп отырсыздар, қолтықтасып тұрып, бір-бірінің айтқандарын байланысып, яғни әрі қарай баяндай бастайды. Видеосы бар еді. Әр қадам келесі қадамдармен байланысып тұрады. Бұл таңдаудағы себебім, бұл әдісті балалар бір-біріне байланысып бірлесе жұмыс істеуді үйренеді, және шынжырларын үзіп алмас үшін олар тырысады. Жауапкершілік бойларында пайда болады. Және мына жерде көріп отырсыздар, үйге берілген мәтінді балалар толық оқиды. Басынан аяғына дейін мұқият толық оқып келуге тырысады. Себебі олар мазмұндап айтып жатқанда, әрі қарай олар жалғастырып алып кету керек болады. Келесі және сабақтарымда мен кейс әдістерін пайдаланамын. Бұл сабақта қолданудағы себебім сабақтарымызда оқушылардың бойында жақсы қасиеттерге баулитын әңгімелер, мәтіндер өтіп жатамыз. Сол кезде олардың кейіпкерлердің жасаған әрекеттері дұрыс па, бұрыс па, келісесің бе деген сияқты оларға жетекші сұрақтар қоямыз. Ол жерде балалар өмірмен байланыстырып, өздерінің көргендерін, естігендерін айтып жарыса бастайды, қызықты болады. Олардың ойлаулық қабілеттерін дамыту үшін өмірден алған, өмірге ұқсас оларға шағын жағдаяттар әкеліп беремін. Сол жағдаяттарды олар талдай отырып, өз ойларын айтып және дәлелдей алатындай сондай кезеңдерді, тапсырмаларды орындайды. Және олар ең бастысы өмірмен байланыстыра алады. Өз ойларын ашық айтуға үйренеді. Кезеңдері қызықты және қалай естерінде сақтайтындай оларда мүмкіндік да болады. Және өзімнің бүгінгі әдемі аяқтағым келіп тұр. Мағжан Жұмабаев айтқандай, білім өмір шырағы, осы нақыл сөзбен бүгінгі балаларымыздың бойындағы шырақтарды сөндіріп алмай, әрі қарай қызықты ететін, есте қаларлықтай, өміріне дайындайтындай біз оқушыларды сапалы білім беруге жалықпайтын ұстаздар болуымыз керек. Және олардың керісінше балалардың бойында, мана әріптестеріміз де айтып өтіп кетті, күн сайын біліммен жалындата түсуіміз керек деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Рахмет, келесі әріптес. Көрінді ма? Көрінеді ғой, иә? Жоқ, ашылған жоқ. Менде ашылып тұр. Ойбай. Ашылды. Ашылды, иә? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты-жөнім Атакулова Гүлнұр Садуақасқызы. Мен Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Яғни бүгінгі күні сіздердің назарларыңызға бастауыш сынып оқушыларында ішкі мотивацияны қалыптастырудың заманауи жолдарымен, өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Яғни бүгінгі біздің қозғап отырған тақырыбымыз бұл қазіргі замандағы өте өзекті мәселелердің бірі. Бүгін біз өзіміздің ең үлкен бір қателігімізді талқылаймыз деп ойлаймын. Өйткені біз оқушыға білімді беруге тырысамыз, бірақ оларды өздігінен білімді іздеуге үйретпейміз көбінесе. Мысалға, 5-тік бағасы бұл уақытша ғана жанармай, ол бітеді. Ал бізге оқушының өзінің ішкі қозғалтқышы қажет. Ал ол бізге ішкі мотивация болып табылады. Біздің ұстаз ретіндегі басты мақсатымыз бұл білімді қабылдаушы емес, керісінше білімге құштар тұлғаны тәрбиелеу керек. Сыртқы ынталандыру бұл мысалға жақсы баға, мақтау, оның барлығы қысқа мерзімді болып табылады.
Ал ішкі мотивация бұл ұзақ мерзімді табыстың кілті. Ішкі мотивацияның ең бірінші қағидасы ол бақылау сезімі. Егер де сіз мысалға оқушыға не оқисың деп айтсаңыз, ол қарсылық білдіреді. Ал егер де мысалға бұл тақырыпта 3 жоба бар, қайсысын таңдайсың десеңіз, ол онда шешім қабылдаушы болады. Осы бір ғана қарапайым таңдау олардың тапсырмаға деген көзқарасын 180 градусқа өзгертеді. Екіншіден, бұл маған не үшін керек деген сұрақ оқушыларда туындау керек. Біздің міндетіміз осы сұраққа жауап беру. Мысалға, формуланы, ережені жай ғана жаттатып қоймай, оның өмірде қаншалықты қажет екенін балаға көрсете білу. Мысалға, оқуды болашақ мамандығымен байланыстыру, немесе күнделікті тұрмыс тіршілікпен, ғаламдық жылынумен деген сияқты, немесе жергілікті қоғамдық жобалармен байланыстыруға болады. Мысалға, математика сабағында көбейту кестесін жаттаған кезде, осы көбейту кестесі бізге не үшін қажет? Ол болашақта саған қажет па? Қай жерде сен оны қолдана аласың деген сияқты. Фигураның ауданын табу тақырыбы бар бізде. Осы саған өмірде не үшін қажет болады деген сияқты функционалды сауаттылықты да байланыстырып кетсек, өте тиімді болады деп ойлаймын. Бұдан кейін бізде өсу менталитетінің болуы. Атақты психолог Кэрол Двек былай деп айтқан екен: сәтсіздік бұл оқудың соңы емес, жаңа басы. Яғни, оқушы қателесуден қорықпау керек, Біз осыны талдаудан бастауымыз керек. Бізге нәтиже емес, оның талпынысы қажет. Және де оның қолданған стратегиясына баға беруіміз керек. Оған үнемі сен әлі үйреніп жатырсың. Оған үнемі қолдау көрсетуіміз керек, және де осыны ұранға айналдыруымыз керек деп есептеймін. Келесі ол бізде геймификация. Яғни қазіргі кезде өмірге келе сала балалардың қолында телефон, смартфон, осындай альфа ұрпақты таң қалдыру ол қазіргі кезде өте қиын. Сіздер де менімен келісесіздер деп ойлаймын. Сондықтан да біз де заман ағымына қаратай сол оқушылармен бір деңгейде болуымыз қажет. Яғни бұл жерде біз заманауи құралдарды сабақта тиімді пайдалана аламыз. Мысалға, квиз, ондағы квест тапсырмалары, ондағы деңгейлік тапсырмалар, және де қазіргі кезде жасанды интеллектінің дамыған заманында осы жасанды интеллектіні оқушылардың ішкі мотивациясын көтеруде сабағымызды ойынға айналдырып өткізуге болады. Ол оқушыны бәсекеге емес, өзін-өзі жеңуге шақырады. Бұл оларға оқу процесіндегі ілгерілеуді, яғни прогресті визуалды түрде көруге мүмкіндік береді. Қазір мен сіздерге назарларыңызға өзімнің іс тәжірибемде қолданып жүрген бірнеше ойын түрлерін ұсынғым келеді. Мысалға, алдар көсе және бауырсақ ойыны. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, балалар бауырсақтардағы жасырынған тапсырмаларды орындау арқылы алдар көсені бауырсақпен тамақтандырады. Келесі ол бізде бокс ойыны. Осындай жаңағы грушаларда жасырынған тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар жеңіске жете алады. Бұны бекіту сабақтарында, қайталау сабақтарында қолдануға болады. Яғни бұл көлтауысар ойыны деп аталады. Сол ертегінің желісінде құрылған. Оқушылар жаңағы тест тапсырмаларын дұрыс орындау арқылы мынау көлтауысар өзеннің суын ішіп отырғанын, тауысып қойғанын көре алады. Және де мына жерге мақта қыз бен мысық ертегісін көрсетейін. Бұл жерде жаңағы логика, бірізділік,
яғни мақта қыз мысыққа өзінің құйрығын беру үшін ол осы көрсетілген кейіпкерлердің барлығының тапсырмасын орындап шығады және ең соңында өзінің мақсатына жетеді. Бақыт іздеп барғандарға, біз екеуміз баяғыдан достар едік, аты шулы Текеменен қошқар едік. Осылай мінекей тапсырмаларды орындау арқылы қошқар Текеге жақындап қасқырдан құтылып кетеді. Презентация шықты, иә? Иә, Және де қазіргі кезде мен өзімнің бірінші сынып оқушыларымның арасында білуге, үйренуге деген құштарлықтарын арттыру үшін, мінекей әрбір қалыптастырушы бағалауды дұрыс орындаған үшін, тапсырмаларды дұрыс орындаған үшін осындай жұлдызшалар беріп отырамын. Мінекей мына суретте көрсетілгендей, және де аптаның соңында сол аптада кім көп жұлдыз жинады деп аптаның лидерін анықтап отырамыз. Бұл да оқушылардың ішкі мотивациясын оятады. Яғни оқушылар талпынып, келесі аптада кім көп жұлдыз жинайды деп көбірек оқып, біліп, үйренуге тырысады. Қорыта келе айтқым келетіні, ішкі мотивацияны ояту бұл біздің сыныптағы ең маңызды өзгеріс. Яғни бұл білім берудегі жаңа парадигма. Егер де біз бүгін оқушыға білімге деген құмарлықты сыйлайтын болсақ, біз тек қана мұғалім ғана емес, болашақтың сәулетшісі бола аламыз. Және де оқушыны оқушы емес, болашақтың зерттеушісі ретінде көрейік дегім келеді. Баға қоюмен ғана шектелмей, шабыттандыратын сұрақтарды да қоюды көбейтсек деймін. Сіздің бір өзгерісіңіз болашақтың бір азаматын құтқаруы мүмкін. Назарларыңызға рахмет.